Сәлем баршаға. Жиен сіңлілеріміз тұрады Өзбекстанда, Шиназ район жақта. Сол сентябрь айында науқастандық операция болып қалған екен. Соған апа сіңлілер, женшелер болып, соны қал жағдайын сұрасуға бара жатырмыз. Бүгін Қапланбектің таможнясын көрсетемін, Өзбекстанға өткенді көрсетемін. Бізге ат жол. Мен видеоларымды көріп, лайк басып, коммент қалдырып отырыңыздар. Қаланың сыртында кездесіп, женшем, әпшем және сіңліммен бірге олармен қал жағдайларын сұрасып, машинаға отырып алдық та жолға шықтық Қапланбекке қарай. Мынау біздің Шымкенттен шығып бара жатқан жер. Өткенде тойға барған кезде ше, кімнің тойына? Мұхтардың тойына бардық қой сен? Көкем аяғын ауыртып алған ба, ақсаң жаман қатты ақсандап жүрді ғой, короче. Азаммен істеу керек па, анау мынау деп айтады дейді. Мен айтамын, сөйтсе айтты, қазір обедке таман күн қатты ысып кетеді ғой, типі сәл салқындау болып тұр. Сол кезде істеп тастау керек, анау мынау деп айтса, анау мынау деп күректі лақтырып өжіп. Мен айтам да, азаматтың мінезі бар ма не десем айтады. Ой, сен жоқта көрсетеді ғой дейді. Ой, дегенсің ғой. Жоқ, еще тастап бүйтіп айтқан ғой. Вообще-то папа это тебе сказал убрать деген, да? А мама меня попросила тебе помочь деген ғой. Сол тағы что бар емес па? Ане? Біз деген жерден жатпай, жерден суықта төсекте жатып үлкендеу барыс, мен аяқта жатам ғой. Жатат қоятын ештеңе жоқ. Өшіріп та телевизор көріп. Анимаш анау қала қойып ұстап қойшы десем, екі аттан шақ болсын. Мен тапа мен айтамын, мен оны жүрсем, бұл баранда әкеліп ана мақал бар ғой, ит жұмсайды, ит құйрығын жұмсайды деген. Тура сондай болады ғой.
барасың қазір. Ана мен оған осы өткенде Тақалса жинап барып. әпердік. Оған вообще айтып осы енді анау максимально вознаграждение алу үшін көптеу қолдырып қой деп ше. Оны айтайын десем ше, ол кеше магистратурасын төледі ғой 400 Төлей алады екен ғой. Айтпай, жаймен молодец жұмыс істеп, не қылып жатыр ғой, жақсы істесін дейді. Біз саған квартира алдық. Ауызды үскоштау керек па, не істеу Да, керек? сол ең бірінші очередь ауызды үскоштау керек. Өткенде бардым. Мысалға азанда тұрдың ұйқыдан дейді, примерно. Bir кружка су іштің мақұл. Помидор огурцы жей ма? Құр помидор огурцыдан Қазір мысалға Дәуренге мен жареный бермеймін, не қылмаймын. Біз нанды сатып алсақ, кеше 2-3 апта өтті ма, новый тесік істеді ғой ремеймін. Сен мысалға Вот көрдің, тамақ жеп жатыр. Біз Лаура Азанда, асып қалған. кешке тамақ жеймін. Не істеймін десе, Лаура бүйтеді. Газировка мүлдем ішмеймін. Су ішемін. азанда мысалға Шай ішемін. Шай мен конфет жеймін дейді. Конфеттен мен отказ бермеймін оны мен. Бірақ нан жеймін. Нан, макарон. Мысалы кеше ет асты. Етін жедім мына жақтан салат сабалды. Сөйтіп жеді. Мен бәрін жіберемін дейді, бірақ осы нан жемегеннен кейін көп нәрсені жей алмайсың ғой. Өйткені үйіне бардық. Вторник күні. Тек қана өзіміз жақындар ғана болған соң машинаның ішінде ананы айтып, нан айтып, күліп, ойнап, ахахалап келіп қалғанымызды да байқамай қалдық. Мынау светофордан солға қарай бұрылсақ, Қапланбекке қарай, таможняға қарай бұрыламыз, ал светофордан алға қарай түзу өтіп кетсек, онда Сарыағаш қаласына қарай кететін жол осы. Қазір біз солға бұрылып Қапланбекке қарай бара жатқан жолды да тағы көрсететін боламын. Бізге жасыл жанып тұр, көргендеріңіздей. Енді солға қарай бұрылайық деп тұрмыз. Тура Қапланбек таможнясына қарай бұрылатын жерде әдемі мүсін бар екен. Осындай. Осыны ориентир қылып алып отырсаңыздар, адасып кетпейсіздер. Алдымда көріп тұрсыздар ма? Өзбекстанның машинасы бұрылайын деп тұр. Равон Nexia деген. Қазір енді Өзбекстанда өте көп қой. Осы Равондар, Кобальттар, Монзалар, Шевроленің түрлері бар. Дамастар көп. Қазір Қапланбек таможнясында жаяу адамдардың кіріп шығуы где-то бір 40 минуттай, 1 сағаттай ұстайды. Өйткені адамдар көп өтіп атқан ары қарайда, бері қарайда. Енді көбісі Қазақстаннан ол жаққа қарай қыдырып барып атқандар көп. Туысқандарына барады, тойға барады, құдайларға барады, немесе сол Ташкентті қыдырып аралап көргісі келетіндер бар. Ал машинамен өтетін болса, ол 4 сағаттан көп, кейде 10 сағатқа дейін да созылып кетуі мүмкін. Бір жаққа қарай кіруі және қайтадан ары қарай өтуі. Бірақ Өзбекстанның машиналары көбісі осы Қапланбек таможнясы арқылы Қазақстанға кіріп, қайтадан Өзбекстанға бірден қайтып кететіндері де бар екен. Оның себебі олар біздің Қазақстанға өтіп бензин сатып алады екен. Біздің бензин Өзбекстанның бензиніне қарағанда 2 есе арзан екен. Өзбекстанда бензин 500 теңгеден тұрады. Өздерінің сомдарына шаққан кезде 11300 сом. Көп адамдар осылай Қазақстанға қарай өтіп, бензинді көптеу қылып құйып алады екен да. Содан кейін ауылдың іштерінде өздерінің көшелеріне бензиндерді сатып, солай күн көріс көреді екен. Қапланбек таможнясы 24/7 жұмыс жасайды. Өйткені Өзбекстанға кіріп жатқан адамдар да көп, Қазақстанға қарай шығып жатқан адамдар да көп. Оның себебі Жібек жолы таможнясы 5 ақпаннан бастап реконструкция ремонтына жабылған. Оның ремонтын 5 айдың ішінде бітіріп іске қосамыз деген еді, бірақ 5 айдан асып кетті, әлі ашылған жоқ. Сондықтан барлық адамдар осы Қапланбек таможнясын таңдайды, өйткені ол Жібек жолы таможнясына ең жақын пост. Сіздер басқа қаладан турист болып келсеңіздер де, немесе Шымкент қаласының тұрғындары болып Өзбекстанға қарай өтетін туристер болсаңыздар да, қалталарыңызда
теңге болсын, доллар болсын, ол жағынан еш уайымдамасаңыздар болады. Таможняның айналасының барлығында валюта ауыстыратын пункттер өте көп. Соны сомға ауыстырып алып кіре аласыздар. Ал міне біз таможняға қарай келіп қалдық. Осындай кольцевойы бар. Осы кольцевойдан солға қарай бұрылып, Өзбекстанға машинамен кіретін машиналар кіріп кетеді да. Ал таксист болсын, немесе өздеріңіздің машиналарыңыз бар болса, онда оны осы жерге стоянкіге қойып қойсаңыздар болады. Таксистер де осы жерден түсіреді адамдарды. Ары қарай адамдар өздерінің чемодандарымен, сумкаларымен жаяу барады. Қапланбекке келдік, түсіп жатырмыз машинадан. Машиналар тұр очередте Өзбекстанға кіруге. Біз жаяулап бара жатырмыз таможняға. Ал біз таможнядан шықтық. Алдымызда очередь, таксистердің бәрі күтіп алып жатыр. Такси, такси, такси деп. Симплякта. Сырчыр, дама, сырчыр. Прямо пошли. Привет. Привет, как дела? Хорошо. Отдыхать? Хорошо это. Сноха. Балдар бар. Жоқ болса алып кетейін. Такси керек пе сіздерге? Қайда барасыздар? Ипподром. Біреумісіз? Yok. Ипподром Уринзор дейді. Урикзор ма? Без разницы. Біз ипподромға дейін жете алайық деп жатырмыз, ары қарай кейін таксимен кетеміз. Осындай дамастарға мінейік деп жатырмыз. Дамастар ипподромға дейін 20 000 сом ба? Общий 20 000 сом екен.
бір адамға. бір адамға екен. Қандай болып еді? 20 сомын теңге жетпейді ғой, 900 теңге. Адам баста сода 800 теңгеден болып тұр ғой. Мен 800 теңгеге полный салон жалдамақшымын ғой. Адамдар көп, таможендар өтіп жатқан. Очередь. Ішіндегі иістерді айта алмаймын. Енді мына кішкентай Дамасқа 7 адам алам дейді. Артына 3, алдына 3, ортасына. И алдына 1 адам отырды. Сонда 7 адам. Кішкентай Дамас 7 адам отырғызып жатыр. Мен айтамын да, біздің Қазақстандағы альфаттарға 7 адам отырғызса, кең байтақ екен ғой деймін да. Қазір мынау Очаковский мохиталар бізге Қазақстанға көп келіп атқан жоқ та. Өзбекстанға көп өтіп атыр бұлар. Міне, Дамасқа да тиеп апты. Горилла мен Очаковский мохиталарда. Не қылдық? Ана оның қосып кетеміз. Қызық болды ғой. Аузым ашылып қапты жан. Артқа ойбай, мынада иісі деген ғой. Өзіне жақын қосқаны ғой. Мамасынан жақын болып кеткен. Ал біз жолға қарай шықтық. Ипподром деген жерге қарай бара жатырмыз. Ол жаққа адам басына 800 теңгеден түсіп жатыр. Және де ол ипподром деген өте үлкен оптом базар болып есептеледі Ташкенттегі. Ол жаққа көп адамдар оптом сауда жасауға барады. Ипподром базарының орналасқан жері өте жақсы. Оның қасынан үлкен трасса өтеді. Ол трасса Гулистанға қарай, Сырдария, Чиназ райондарына, Алмазарға, 30 жылдық деген ауылдарға шығатын трасса бар. Сол трассадан попуткаменен ары қарай келісіп жетіп алуға болады. Біздің сіңліміз Ташкенттің өзінде тұрмайды, жаңағы 30 жылдық деген ауылда тұрады. Ол Ташкенттен 90 километр ары қарай. Сондықтан біз ипподромға 800 теңгемен адам басына төртеумізге 3200 теңге төледік. Ал ары қарай біз бір машинаны 100 000 сом біздің теңгеге шаққан кезде 4000 теңгеге жалдадық. Сонда бізге баруымыз 7200 теңге болып тұр. Ал таможняның қасындағы таксистер бізге баруымызға өте қымбат сұрады. Олардың айтуы бойынша, олар бізді алып барып тастағаннан кейін бері қарай оларға адам шықпайды. Олар пустой қайтатын болған соң, оларға ол невыгодно деді. Сондықтан олар 2 есе бағаны бізден талап еткен соң, біз оған келіспедік. Осылай пересадкаменен жетіп алайық деп шештік. Егер сіздер Ташкентке турист болып қыдырып келе жатсаңыздар, Ташкенттегі Magic City, Ташкент Сити, Океанариум, Сеульский парк, Японский парк, музей восковых фигур, ботанический сад, және де телебашня, Бешқазан, немесе Чорсу базарына гастрономический тур жасағыларыңыз келсе, онда мен сіздерге беретін кеңесім букингке кіріп алдын ала отель брондап қойғандарыңыз дұрыс. Ол отельде желательно трансфер болғаны жақсы. Ол трансферді таможняға шақыртып қойсаңыздар, отельге положенный сумманы, фиксированный сумманы төлейсіздер. Ал отельге орналасып алғаннан кейін қалаға шығып қыдыратын кезде кәдімгі қаланың ішіндегі Яндекс таксиді қолдансаңыздар болады. Және де біздің Каспи карта привязаны болатын болса Яндекске, омен оплата жасай беруге болады. Тек қана конвертацияны Каспи өзінің курсымен есептейді. Ал таможнядан сіздер қалаға дейін
жететін болсаңыздар, таможнядағы таксистер өте қымбат сұрайды. Олардың айтуы бойынша, олар сіздерді отельге алып барып тастайды, ары қарай қайтатын жолы тегін болады. Оларға клиент шықпайтын болған соң, таможняға қарай олар барарын да, қайтарын да ақшаларын бірден есептеп алғысы келеді. Барынша негізі таксистерге, таможняның қасындағы таксистерге алданып қалмасаңыздар, ең дұрысы осы болады. Ипподром базары төменде орналасқан екен, ал трасса жоғарымен өткен, сондықтан біздің водитель төбеге көтеріліп бізді түсірді. Арғы бетке жүгіріп өттік та, мынау жағалауда тұрған водительдердің барлығы районға қатынайтын водительдер екен. Ал анау төмендегі орналасқан сол жақ беттегі ипподром. Адамдардың барлығы осылай жағалауда тұрып, попутканы ұстап тұрады екен, үйлеріне жетіп алу үшін. Біз төртеуміз болған соң бір машинаны жалдадық та, водительмен келісіп, 100 000 сомға ол бізді апарып тастайтын болды. Ташкентте және таможняда да байқап қалдым, цыгандар өте көп екен. Сіңліміздің үйіне жеттік, бірақ жолда таксистпен конфликт болды. Таксист сотовый телефонмен сөйлесіп келе жатқан еді, гаишниктер оны байқап қалып тоқтатып 206 000 сомға штраф салды. Соның ашуын ол бізден алғысы келді. Бұлар қазақтар бұл жерлерді білмейді деп алдап бізді бір ауыл ерте тастап кеткісі келді. Ауылдың арасы 20-25 километр. Бірақ біз оның алдында сіңліміздің үйіне келіп кетіп жүргендіктен, бұл жерлерді жақсы танығандықтан, біз оған алданып қалған жоқпыз. Біз келіскен жерге дейін апарып тастайсын деп одан талап еттік. Сіңліміздің қал жағдайын сұрастық. Операциядан кейін 3 аптада өткен екен, жақсы болып қалдым дейді, ал күйеу баламыз бізге ыстықтай қылып далада қазанға ошақтан балық қуырып әкеліп берді. Ал бізге ас болсын. Сіңліміздің қасында 3 сағаттай болып, қайтайық деп сағат 4-терде тұрдық. Жол ұзақ, ауылдан Ташкентке дейін 90 километр, Ташкенттен таможняға дейін жетуіміз бар. Таможнядан өтесін очередтердің барлығын. Одан кейін шыққан соң Шымкентке тағы 120 километр бар. Бала-шағамызға аман есен жетейік деп, ертеректеу шықтық, қараңғыға қалып кетпейік деп. Күйеу баламыз трассаға дейін өзінің машинасында алып шықты, попутканы тоқтатып, бір машинамен керісіп, адам басына 15 000 сомнан төлейміз деп, 60 000 сомға ипподром жаққа дейін апарып тастайтын болды. Жоқ, біз төртеуміз. Жоқ, кімге қанша адам керек дейді? Біреуіне екеу, біреуіне біреу. Үшеу, біреуіне біреу болса кетіп. Иә. Арғы бетте де бар ма? Бағана таксистімізді көретеміз қазір. Біз 15 000 сомнан келдік. Біз енді ипподром жаққа келдік. Қазір Қапанбекке қарай отырып таксиге бара жатырмыз Дамастарға. Қапанбек таможнядан өтіп, өзінің жігітінің машинасы күтіп алады, Құдай қаласа. Ал біз таможняға келдік, уже кеш болып қалды. Алдымызда таможня. Moyle patır. Sizge? Mынау қаншадан?
А, мақтама. Мынанеке. Никалар алмаймыз дей ма? Апай, Апа? наныңыз қаншаға? Qaysi? Qaysi қанша? Manası 15 bin kızlar. Bunası 10 bin, bunası 10 bin, bunası 25 bin. Kaçsın dedi. Қайсысын аласыз? Айтсам? Анандай. Бірақ менде 14 мың бар. Екеу. Бұны қанша деді? 15 мың. Жете ма сізде? Жететін шығар. Ана қыздарға да алайық та. Оларға бір-біреу шығар. Бірақ Мика нан жемейміз дейді ғой. Neyse verdim. Төртеу жейміз. Екеу Екеу пакетке сатып бересіз. Тағы да екеу. Ана түсті жеңше. Оны бір-біреу қылып сап аласыз ба? Оны бір-біреу қылып. Екі адамға да ол? Ha 3 adam mı benim? Жоқ. Жоқ. Мынау екі адамға. Екі адамға да нан жемейді диетада. Үйіне базарлық қылып апарып берсін. Бір-бір пакет. Жоқ, олар бөлек кетеді ғой кейін. Bitta paketga saqlaymiz. Qancha bo'ladi? 60 bin. Jete ма? Жоқ. Екеуі 30, 90. Алтауы. Neç pulga? 80-90. Neç pulga? Az modardan sonra bir insan uyup kem olalarmış. 19 qilib ber, shuni undan bag'i tutadi. Анау артымызда таможня тұр. Сол таможняға барамыз. Біз ане таможнядан шықтық қазір. Яқты таксистер, обмен валюта барлығы бізді қарсы алып жатыр. Міне, Чимкент барма деп. Ал менің жігітім де келді. Аман есен Чимкентке жетіп алайық, ақ жол бізге. Cigara var, cigara. Көріп тұрғандарыңыздай, міне біз двухсторонний трассаға қарай шығып, үйімізге қарай бара жатырмыз. Ал мынау трассаның бойындағы очередте тұрған КамАЗдардың барлығы Өзбекстанға кірейін деп тұр. Олар Майский деген таможнядан кіреді. Егер де Қапланбектегі жібек жолыдағы таможнядағылар барлығы жеңіл көлікпенен, автобустар, пассажирлерменен болатын болса, мынандай большегрузный КамАЗдар товарлармен бірге тек қана Майский таможнядан кіреді. Ал достар, осымен менің бүгінгі видеом бітті. Менің видеома лайк басып, коммент қалдырып, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Келесі менің видеоларымда кездескенше сау болып тұрыңыздар.